Қайырлы кеш, автоматтандырылған жүйеде салымшылардың аты жөні жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы расталатын болады. Егер тұрғындарымыздың жеке сәйкестендіру нөмірі болмаса, оның аты жөнінде түзету не қателіктер болса, қор бұл деректерді мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен жеке тұлғаның қатысуынсыз нақтылай алады. Ал міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы шоттарын ашу тәртібі өзгеріссіз қалды. Армағайын, биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап салық органдарында тіркеудің жеңілдетілген тәртібін көздейтін жаңа құқықтық режим бірыңғай жиынтық төлем механизмі енгізілді. Сонда не өзгеретінін көрейік. Ол жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдаланбайтын, біреудің үйін жинап, баласын бағып қызмет көрсетіп жүрген. Көкөніс мал өсіріп сатып жүрген, жылдық табысы айлық есептік көрсеткіштің 1175 еселенген мөлшерінен аспайтын, бейресми жұмыс істемейтін азаматтардың қызметін тіркеп, зейнетақы жүйесіне қатысуға мүмкіндік береді. Бірыңғай жиынтық төлемнің ай сайынғы көлемі республикалық және облыстық маңызға ие қалалардың тұрғындары үшін 2525 теңге болса, ауыл тұрғындары үшін 1263 теңге. Бірыңғай жиынтық төлем жаңа салық түрі емес, ол төлемнің 4 түрін біріктіреді. Атап айтсақ, бұл жеке табыс салығы, әлеуметтік және медициналық сақтандыру қорларына төленетін жарна, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жасалатын аударым. Осылайша бірыңғай жиынтық төлем міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысып, ем қабылдауға, зейнетақы жинақтарын жүргізіп, базалық зейнетақы төлемін алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ еңбек ету қабілетінен, жұмысынан, асыраушысынан айырылған, жүктілікпен босануға, 1 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты бала асырап алған жағдайларда әлеуметтік төлем алуға жол ашады. Ең бастысы зейнетақы жүйесіне қатысу арқылы салымшы банк алдында төлем қабілеттілігін растап, қаржы құрылымынан несие алуға қол жеткізе алады. Ал азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс атқаратын азаматтар, яғни фрилансерлер, биыл керісінше міндетті зейнетақы жарнасын төлеуден босатылды. Егер де жеке тұлға немесе фрилансер азаматтық құқықтық шартты салық агенттігімен жасаған болса, онда жаңағы зейнетақы қорына төленетін соманы сол азаматтарға берілген ақшаның 10% ретінде жұмыс беруші аударып отырады. Салықтық агент дегеніміз бұл заңды тұлғалар және жеке нотариус, жеке адвокат, жаңағы жеке сот орындаушы, тағы басқа кәсіпкерлер деп айтып кеткен жөн. Бұл Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңына енгізілген өзгерістермен тікелей байланысты. Биылғы жылдың қаңтарынан бастап олар толық күшіне енді. Заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес жеке тұлға немесе фрилансерлар бір жағынан еңбек шарты бойынша қызмет атқарып, екінші жағынан азаматтық құқықтық шарт бойынша қызмет атқаратын болса, сол азаматтық құқықтық шарт бойынша алынған пайда зейнетақы төлемінен босатылады. Егер де жеке тұлға немесе фрилансер азаматтық құқықтық шартты салық агенті болып тіркелмеген жеке тұлғамен жасасқан кезде зейнетақы қорына төлеу міндет емес. Ол жаңағы фрилансердің құқығы болып саналады. Осы құқықты пайдалана отырып, фрилансер болашақ өзінің зейнетақы қорындағы жинақталған капиталына әсер етуіне мүмкіндігі болады. Биылғы жылдың ақпанында электронды нотариат жүйесі мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ақпараттық жүйесінің өзара ықпалдастығы жүзеге асырылды. Енді нотариустар е-нотариат бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйесі арқылы өздерінің өндірісіндегі мұрагерлік істер бойынша қайтыс болған салымшылардың қорда жеке зейнетақы шотының және онда ақшаның болуы туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына онлайн тәртібінде сауалдар жолдай алады. Бұл қызмет нотариустарға жүгінген мұрагерлердің уақытын үнемдейді және қағаздық құжат айналымын жояды. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.